Сәлеметсіздерме? Мен Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының нөмір 4 арнайы мектеп-интернатының арнайы педагогы Тугаева Айгерім Серікқызы боламын. Біз 9 желтоқсаннан бері ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға еңбек пәнінен беретін мұғалімдер болып, барлық облыстардан басымыз қосылып, тәжірибе алмасып, бір керемет білімімізді шыңдап келдік. Сол себепті осы ұлттық ғылыми-практикалық орталықтың әкімшілігіне, атап айтқанда Алмагүл Дәулетқазиевнаға шын жүректен алғысымды білдіремін. Еңбектеріңізге табыс тілеймін. Жұмыстарыңыз тек жемісті болсын, тек жақсы күндерде кездесейік. Осындай бір тәжірибелі, нәтижелі сабақ бергендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Көп рахмет. Қайырлы күн, мен Дәулетқали Алтынбек Өндірханұлы, Қарағанды облысы білім басқармасының нөмір 6 арнайы мектеп-интернат мұғалімі, еңбек пәні дефектолог мұғалімімін. Курсы барысын айтатын болсақ, Алмагүл Дәулетқазиевна өте керемет ұйымдастырыпты. Жалпы 6 мектеп-интернат, 7 мектеп-интернатқа барып, кереметтей ашық сабақтар болды, тәжірибе алмастық, өзімізге қажетті көптеген технологияларды үйрендік ол жерде. Осы курсы барысында кураторымызға біріншіден осындай еңбек пәнінің мұғалімдерінің курсы өтті деп еді, осы республика бойынша ұйымдастырып отыр. Осы курстың еңбегі ерекше. Біз негізгі зерде бұзылыстар бар балаларға арналған мектеп-интернатында ең негізгі сабақ еңбек сабағы. Сол еңбек сабағы көптен бері көңіл бөлінбей келіп жатыр еді. Міне кураторымыздың арқасында осындай керемет бір курс ұйымдастырып, жалпы республика бойынша біз бір-бірімізбен тәжірибе алмастық. Осы келген мұғалімдердің ішінде де кереметтей білімді мұғалімдер бар екен. Сол мұғалімдерден өзімнің алатын тәжірибемді алып кетіп баратырмын. Өте көп рахмет сіздерге. Еңбектеріңіз жемісті болсын деп тілеймін. Сау болыңыздар.